Бізде шетелдік грант емізігіне отырып алған кейбір, тағы да қайталап айтам, кейбір үкіметтік емес ұйымдар көбінесе түймедейді түйедей қылып, негативті теріп жинап, кураторларына жалған есеп беріп, ойбай, бұл елде адам құқығы тапталған, сөз бостандық шектелген, сіздер араласпасаңыздар құрдымға кетудің алдында тұрмыз деп байбалам салады. Тіпті біздегі жағдайда дамымай қалған үшінші мемлекеттермен негізсіз, дәлел дәйексіз теңестіреді. Оларға Қазақстанның жақсарғаны емес шайқалғаны пайдалы. Себебі өздерінің жеке басының пайдасына, яғни гуманитарлық бизнестеріне қаржы керек. Ұлттық идеологиясына, рухани мәдени дүниетанымымызға, яғни ішкі саясатымызға, сыртқы күштердің араласуына жол бермейміз және жаңа аясында батыл жауап береміз. Мәселен, ақш, Қытай, Ресей сияқты алпауыт мемлекеттер ішкі саясаттарына өзгелердің араласуына жол бермейтін заңдар қабылдаған. Осыған байланысты үкімет тез арада келесі мәселелерді қолға алу керек. Ең алдымен, қаржы министрлігі мен тиісті мемлекеттік органдарды іске қосып, еліміздің ішкі саясатына араласуға бағытталған сырттан құйылған қаржыны анықтап, тиісті шаралар қабылдасын. Келесі, шетелден қаржыландырылатын ұйымдардың қызметін реттейтін қолданыстағы заңнаманың тиімділігіне талдау жүргізсін. Сондай-ақ, шетелдік гранттар арқылы қаржыландырылатын жобалар мен ұйымдардың қызметін бақылау және реттеу механизмдерін жетілдіру қажет. Осыған орай бір мәселенің басын ашып алайық. Сырттан келетін қаржы егер таза болып, инвестиция ретінде экономиканы дамытуға құйылатын болса, экология мен денсаулық сақтау саласын жақсартатын болса, онда оған жол ашық. Ал егер ішкі саясатымызға қарсы ұлттық дүниетанымымызға жат, тұрақтылығымызды шайқайтын жобаларды қаржыландырса, онда ұйымдарға жол жабық. Одан қалса, мемлекет басшысының құрылтайдағы тапсырмасына сәйкес, тәуелсіздік алғалы бірінші рет елімізде ішкі саясат тұжырымдамасы әзірленеді. Бұл ұлттық құндылықтарымыздың негізінде ішкі саясаттың бағыт-бағдарын, құрылымын және ережелерін айқындайтын, ел мүддесі үшін саяси топтарды біріктіретін, осы шаралардың нәтижесінде мемлекетіміздің ішкі шаруасына араласқысы келетін саяси авантюристер мен деструктивті топтарға тосқауыл қоюға мүмкіндік туғызатын стратегиялық құжат болмақ.